Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен бүгін өте бір ерекше қызық тақырыпты қозғамақшымын. Женский энергетика, женственность туралы. Жалпы көп адам қате түсініп жатады екен. Женственность дегеніміз 90-60-90 болу, және де бір әдемі қызыл көйлек киіп, бір керемет қымбат көйлек киіп, ерніне қызыл помада жағып жүрсе, ол женственный деп. Жоқ, жандарым, олай қателеспеңіздер. Женственность, женский әйелдік энергетика дегеніміз ол өте үлкен энергетика. Ал жаңағы мен айтқан неше түрлі түсті көйлек киіп, ерніне қызылдалап жағып әдемі жүру, ол жай ғана қыздың әдебі, сыртқы формаңыз, сыртқы көрінісіңіз ғана. Ол әйелдік энергетикаға, женственностьқа жатпайды. Әйелдік энергетика дегеніміз өте үлкен, өте мықты энергетика. Оған сіздің сезімталдылығыңыз, сіздің даналығыңыз, сіздің даралығыңыз, сіздің көре білу қасиетіңіз, жылап отырғанды күлдіре алатындығыңыз, күліп отырғанды ары қарай қуанышын ұзаққа соза алатындығыңыз, жүрегіне қаттылық түскенге мейірім сыйлай алатын, жаңағы жалпы былай айтқан кезде қолынан өнер тамған, жүрегінен мейірім тұнған, жалт етіп қарағанда үмітті ұялататын, үміттің сәулесін адамдардың жүрегіне құя алатын адамды женственный деп айтады. Сондықтан женственностьқа ол сіздің жаңағы 90-60-90-дығыңыз немесе 50-40 килограммдығыңыз, әдемі көйлек киіп, әдемі боянып жүргендігіңіз жатпайды. Сондықтан қыздар, жандарым, сол женственностьті даралықтан, даналықтан келеді. Сондықтан даналықты ары қарай тереңдетіңіздер дегім келеді. Жалпы ол өте мықты энергия. Әлем мен әйелдің энергиясы почти теңдеу болады. Сондықтан женственный болғыңыз келетін болса, өте дара, өте мықты, өте дана болғыңыз керек. Ол сізге берілген. Сондықтан қыр-қырымен дамытыңыз дегім келеді.